Сәлем оқырман. Сержан алып қашайын деп жүргенде, Ақеркең Турцияға кетті. Кішкене депрессия болып жүрген Сержан енді не істейді? Ақерке болса кішкене демалып жобаға қайта келейін деп отыр. Сол үшін де Сержанмен әдейі ұрысқанда шығар. Осындай сұрақта келген еді Ақеркеге, Сержан екеуіңізде бәрі бітті ме? Келесі сезонға келу үшін әдейі ұрысу ма? Жауабы осындай болған. Иә, дәл өзі. Осы кейбір әйелдер қай жерлерімен бал аша түсінбеймін. Жобада өзімнің орным бар деп ойлаймын, ол жерге әрқашан үлкен алғысым болады. Бірақ әр нәрсенің бітуі қажет нүктесі болады. Бір орында тұруды жек көремін. Мен енді бармаймын дедім, солай болады. Екі сөйлейтін адам емеспін. Әрине сағынамын, бірақ тұрмыс құру деген қазір ең соңғы планға ауысты дейді Ақерке. Бірақ білеміз ғой, қанша адам келмеймін дегендері көздері былшыт етпей жобада отырған талайы, көреміз енді алда не болатынын. Ал Сержан не қыл дейді, ол да жазған. Жаңа үйге келген кезде анашым қойған сұрақ ойландырып тастады. Саған не болды? Сен бұнда емес едің. Терең ойдасың, қашан қарасам да көп әңгіме айтпайсың. Желді жұлқып жүретін Сержан қайда кетті? Негізі, анашым менің жеке өміріме, басқа тірліктеріме араласпайтын адам. Ондайды жөн көрмеймін, саған сенем ғой дейді болды. Дегенмен, егер ондай сұрақ қойылып отырса, демек бәрін сараптау керек. Мүмкін расында маған тыныштық қажет шығар. Шешім табу керек, әрі бұл маңызды. Ойлану керек. Көп нәрсені өзгерту қажет сияқты. Көптеген ойлар мен мазасыздық басқа да дүниелерге әсерін тигізіп жатқандай дейді Сержан. Ол ойланып жүрген Ақерке күйеуге шығып кететін шығар Ақтөренің әсеміндей. Солай енді, қандай ойларыңыз бар осы жұпқа?